Вокзалға келдік. Қазір пойызға мінеміз сағат 11-де. Киевтің вокзалы. Киевтің вокзалы осындай, достар. Киев-Харьков бағытындағы пойызға жайғастық. Сіздерді пойызбен таныстырып өтейін. Енді бір қарағанда біздегі батыс пойыз сияқты, барлығы жаңа, соған қарағанда жаңа вагондар сияқты. Ешқандай өзгеріс жоқ, сол біздің Қазақстанның пойыздары сияқты. Бұл жерде розетка бар. Телефондарыңызды қуаттауға болады осы жерге. Мына жерде және де светті жағып сөндіретін әртүрлі кнопкалар сөндіріп тастайды. Мұның енді радио қай станцияға келгенін айтып отырады. Жалпы іші осындай стандартты вагондар. Төсеніштер. Және менің серіктестерім, баяғы сол өздеріңіз білетін Нұрым мен Арайлым. Осындай дәлізі бар, барлығы жаңа. Және әжетханасы ашық екен. Барлығы таза, сабындары бар екен. Енді бұл қазір таза, ертең таңертең көреміз. Харьковқа жетем дегенше мына жер апан-топанын шығаратын шығар. Мынау Рошиннің арнайы бас ғимараты, қандай оформление, безендіру керемет екен. Қазір біз Киевтен Харьков қаласына пойызбен аттанып бара жатырық. Мынау енді бөлек дүние, керемет екен. Таңғы 6 Харьковқа келдік.
Бұл жақта енді қар екен. Кетіп түсейік бұлай. Ұйқы қанбаған. Квартирамыз жазды. Сағат 1-де береміз дейді түскі. Соған дейін бірдеңе істеп амалдау керек. Вокзалы Харьковтың. Күн борап тұр. Бұл жақ кәдімгі қыс екен, е? Шкет кірейік ішіне. Вокзалы осындай тамаша. Ішінде елка бар екен бұл жақта да. Жалдамалы үйіміз сағат 1-де келіңдер дейді, адамдар бар дейді. Сондықтан да 4 сағат амалдау қажет. Далас халқын. Қазір осы жерде 1-2 сағаттай отырамыз да, сосын бір жерге барып таңғы асымызды ішеміз. Шай ішіп алайық. Вокзалындағы тамақтар. Суп бар екен. 30 гривен. Гречка. Булочки. 14 гривен. Енді бәріне неге қымбаттаған десек, доллар қымбаттаған дейді. Бұл жұмыртқаға доллардың не әсері бар екен? Өзіміздің тауықтар бұтып жатқан. Ортада үлкен самаурын тұр. Суға толған. Сол жерден шайларды құйып беріп жатыр. У нас же земляки и родственники, да, мы там дружные такие. Это не то, что тут. Я сколько здесь живу, не могу. Я сюда приехала к тетке. Знаешь, у меня родители, в Казахстане была охота, рыбалка, там все казахи, русские, все вместе были, знаешь. Не было такого. Там же и всякая нация, знаешь. А тут хохол хохла бьет. Тут нехороший народ. Я вот сколько живу, не могу. А вы когда приехали? А у меня, да я еще девчонкой молодой. А потом вышла замуж, тоже такое. Там же, знаешь, у нас уважает муж жену, там, знаешь, как-то. И жена уважает мужа, а тут нет такого. Ну, разошлась с мужем, осталась без детей. И теперь же никуда я не могу приехать и уехать, потому что же сделали вот это вот, знаешь, не Советский Союз, хочешь, поехал, вот это границы сделали, и все. И тут я застряла, ребята, не могу выехать, и душа болит. У меня только двоюродная сестра там, и тут у меня родня, короче, ну, такое, застряла. Ну, так же, как и там, дома живешь, и далеко ж не уезжаешь от родителей. Не знаю я. Сағат 8 болды. Супермаркет, тамақтанатын жерлердің барлығы ашылды. Трамвай. Трамвай бар. Кетіп бара жатыр. Макдональдс бұл жақта өте көп екен.
Бургер Кинг жоқ екен бірақта. KFC мен Макдональдс бұл жақта кәдімгідей бір-бірімен сайысқа түсіп бүкіл жерге ашып салған ғой. Мына подземный проход, торговый центр үсті, асты көпір. Трамвайлар. Жалдамалы пәтерімізге аман есен жеттік. Сіздерді таныстырып өтейін. Осындай бір бөлмелі жатын бөлмесі бар. Мына жерде мен жатам бұйырса. Мына жерде екі жұп. Мына жерде Назар Аудар'дың концертін қосып қойдық YouTube'дан. Мына жерде осындай шаңғана шкафы бар. Ашып қасам, ойбай! Бөтен еркек үйде не істеп жүрсің? Не істеп жүрмін? Не істеп- Пойыз күтіп тұрмын. Енді сумкамызды ашып қарап жатырмыз. Мына жақ кухня. Мына досым міне, мына жерде тамақ дайындалып жатыр. Ең еріншектердің тамағы 5 бармақ, ойбай. Бич пакет. 5 пакет. Бич бармақ дейсің. 5 бармақ деп ғой. Қайдағы 5 бармақ деймін. Шекер бәрі бар екен, Шекер бәрі бар. Бұл жақта айта кететіні, газбен үйлер жоқ шамасы, Газ қымбат. Газ қымбат, сондықтан да барлығы тоқпен жасайды. Тоқ, вычишкісі, және холодильник, мұздатқыш, қазақша, орысша айтып жатырмыз. Мына жерде мінекей ыдыс-аяқ жуатын умывальнигіміз. Мынау шыға беріс. Машина. Және ванна. Рексистағы жататын адамдар сияқты шампунь, сабын, вип деген жазуы бар. Зубный щеткалары бар. Бритваға дейін бар екен. Керемет. Мынаны қараңыздар. Рексис демекші, мына қара. Рексистің шампунь қойыпты ғой. Бұны өзіміз алып қойған екенбіз ғой, бәсе ойлап қоям. Мына бәрі біздікі, Мыналар біздікі. Мынаны қойдайын разговор жоқ, вип деген деді. Айтып қойдық қой. Өтірік мақтанайын деп едім шамалы. Мынау енді бұл жақта айтып қажет жоқ. Енді сіздерге сыртқы терезеден сырттың көрінісін көрсетейін. Осындай. Қарапайым біздің Қазақстандағы көне үйлер сияқты. Көрініс онша емес енді. Бірақ үйдің айналасында тарихи үйлер көп екен. Сондай міне. Ал енді, ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ертең Харьков қаласын тағы да аралаймыз, көрсетеміз, бірге тамашалайтын боламыз. Лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Вот эти прикольные электрические. А вот это, да, это уже дизель. Это Турция. Божья коровка называют. Божья коровка называют. В народе прозвали так. Не, они лучше, чем Богдан. Это центр, это, можно сказать, это именно сам Харьков. А все остальное это уже добавилось. Да. Вот это именно сам центр, это именно Харьков. А все остальные уже районы, это как бы уже поселки добавлялись к Харькову. Да, это сам именно Харьков, который именно родной Харьков. Да. А все дальше, который дальше уже... Сколько лет этому городу? 360 чем-то. 360. Раньше столица была, да, дед? Да, была первая столица, Да. а потом Киевская. Население сколько здесь? 1,5, по-моему, миллиона. А, 1,5. Плюс еще приезжие, плюс студенты много за границу приезжают. До 2 дотягивают где-то.
И плюс то, что все с пригородов, которые я вот замечаю в такси, которые на учебу едут поступать, кто из пригорода уезжает, потому что есть такие поселки, что жизни нет. И все в город тянутся, каждый год пополняется. Ну и уезжают очень много. Да. Ну, соответственно, до призов. Да. Было вот когда до карантина очень много людей уехало. Очень. Аэропорты и ЖД постоянно были заказы, а сейчас редко. И все на ПМЖ уезжают. Это Польша, Чехия, Словакия, Германия, всю Европу туда. Ну, люди уезжают, говорят, здесь нету будущего. Dostlar, klinikamızga жетtik. Hemen sırtını көрсетейін. Dakart Center. All I want